Ассалаумағалейкум қазақ елі. Тіл майдан жалғасып жатыр. Достар, мынау соңғы күндері сайлау туралы көп айтып жатыр қазақ елінде. Енді қазақтарға айтарым. Қанды қаңтарда Ресей әскері келіп 350 қазағымның қанын төгіп кетті. Дамыған елдерде адам өлді ме, соны өлтірген қылмыскер жазасын алып түрмеге, абақтыға жабылу керек. Қазақ даласында 350 қазақтың қанын төккен билік бірде-бір адам соттамады. Әділдік қайда? Қазақтың қанын қойша төккен үкіметке барып, сонда отырып, не шешпексіңдер сендер? Сендер 350 өлген қазақтың аруағына қиянат жасап жатсыңдар. Сендер айтасыңдар, президентке мүмкіншілік берейік. Ал егерде осы сайлауға бара жатқан Мұхтар Тайжан, Арман Шораев, Абзал Құспан, Айгүл Орынбек, сіздің әйеліңізді, балаңызды, қарындасыңыз дүкенге баратқанда басынан снайпер атып тастаса, сосын полицияға барасыз, айтады, қылмыстық іс қозғалмайды, бітті, жоқ, қанды қаңтар жабылды. Сіздің балаңызды атып өлтірсе, қылмыскер сотталмаса, сіз бұл үкіметке қалай сенесіз? Сіздер Құдайдан қорықпайсыздар ма? Осы парламентке баратқан депутаттарға айтарым, түнде ұйықтап жатқанда сенің түсіне ана 9 жасар өлген қыздың аруағы келіп айтса, ағатай, мені өлтірген адам кім? Неге соны соттамайсыңдар деп сұрақ қойса, қалай ұйықтайсыңдар? Қай бетімен сайлауға қатысып жатсыңдар? Ең оңай, сенің балаңды атып өлтірген жоқ, сенің әйеліңді атып өлтірген жоқ. Бірақ олай болмайды. Онда біз халық емеспіз. Біз онда тобырмыз. Сіздер осы сайлауға қатысып жатқан үміткерлер неге сұрақ қоймайсыңдар? Мынау қазақты атып өлтірген қылмыскерлер неге абақтыда отырған жоқ? Неге сотталмады? 350 қазақ өлді. Кем дегенде 300 қылмыскер түрмеде отыру керек. Бұл қандай мемлекет? Бұл қандай үкімет? Қазақты өлтіріп, қылмыскерді соттамаған бұл үкіметке қалай сеніп, қай бетімен бара жатсыңдар? Ертең о дүниеге барғанда Құдайдың алдында қалай жауап бересіңдер? Сіздер бетсізсіздер. Сіздер эгоистсіздер. Егерде халық осыны ұмытып кетіп, мүмкіншілік берейік десе, онда бұл халық емес, бұл тобыр. Қаншама қазақ қырылды, қаншама әке-шешесі жылап жүр. Қаншама қазақтың жастары 18 жастан 30 жастарға дейін қаншама қазақ атып өлтірді. Қылмыскерлер. Сол қылмыскерлер неге түрмеде отырмай? Сондай сұрақ неге қоймайсыздар? Әлде сіздер ондай сұрақты қоюға қорқасыздар? Билікке барып, қолына портфель алып, сол депутаттық миллион теңге жалақы алып, пәтер, машина. Онда халық, біз сізге қалай сенеміз? Егерде сіз қазір қылмыскерлерді таппай, қай бетімен үкіметке бара жатсыңдар? 350 өлген қазақтың аруағына қиянат жасап жатсыздар. Қазағым, болмайды бұлай, бұлай болмайды. Кеше олардың балаларын атып өлтірді. Ертең Құдай бетін аулақ қылсын, сен балаңды дүкенге баратқанда адамдар атып өлтірсе, полиция қызметкерлері, сосын соттамаса,
Не істейсің сен? Және билік, ресейшіл билік, осы ұлтшылдардың бәрін түрмеге қамап, бізді елден қудалап, елден шығарып жеріп, алаңды тазартып, енді қолдан жасанды ұлтшыл патриоттар жасап жатыр. Иә, біз ұлтшылдар, Алаштың ізбасарлары партия ашқымыз келді. Бізге ашқызбады, соттады, абақтыға жапты. Әділдік қайда? Судың да сұрауы бар. Судың да сұрауы бар. Сіздер мұнда адамдар өліп жатыр. Соны сұрамайсыңдар. Неге сотталмады? Бұлай ғой, адамды өлтірді. Прокурор полицияға барасын. Өлтірген қылмыскерді ұстайды, абақтыға жабады, соттайды, жазасын алады. 350 қазақты атып өлтірді. Ешкім жазасын алмады. Ешкім түрмеде жоқ. Жоқ, енді жаңа Қазақстан құрайын деп жатсыңдар. Жаңа Қазақстанды қалай құрасыңдар? Қазақтың қанында жаңа Қазақстан құрылмайды. Ama қылмыскерлер жазасын алмағанша Қазақстанда өзгеріс болмайды. Қалай соны түсінбейсіздер, қазақтар? Ойланыңдар. Мың рет ойланыңыздар. Мына билікке баратқан кімдер? Арман Шораев. Білесіңдер, ол Дариғаның адамы. Сол ма? Патриот. 10 жыл КТК директор болды. Білесіздер, ол Дариғаның қандай адамы екен? Мұхтар Тайжан, иә, ол кісіні сыйлаймын. Әкесі марқұм қазақ мемлекетіне қызмет еткен. Бірақ ол болашақ программасымен, Назарбаевтың болашақ программасымен оқып келген, осы системадан шыққан адам. Оның баласы қазір Тоқаевтан грант алды, Америкада оқып жатыр. Сіздер ойлайсыздар ма, ол шындық айтып билікке қарсы шығады деп? Жоқ, өйткені баласына болашақ программасы ақша төлеп жатыр. Ол ешқашан қарсы сөйлемейді. Абзал Құспан аманат комиссияның төрағасы ақша алады биліктен. Сіздер ойлайсыздар ма, Абзал Құспан шындықты айтады деп? Жоқ, әрине. Ринат Зайтов, Нұр Отан мүшесі, Алатау салт дәстүр театрының директоры. Бұл үкіметтен ақша алып отыр. Сіздер ойлайсыздар ма, бұл осы кісі ақиқатты айтады? Билікке қарсы сын айтады деп ойлайсыздар ма? Жоқ, әрине. Сіздер неге, егерде халық болсақ, иә, біз ұлтшыл патриоттарды елге қайтарайық, петиция жазыңдар. Әлде ең оңай жол таптыңдар ма? Ақиқаттың, шындықтың жолы өте ауыр. Түсінем, бірақ ол ақиқат. Ертең Құдайдың алдында да таза боласыңдар. Айтасыңдар, иә, мен бұл қаншер мен үкіметке сенбедім. Дау бармадым, бұл сайлауға сенбеймін. Осы ұлтшыл тіл жанашырларымызды елге қайтарайық. Сондай әрекет жасасаңдар, Құдайдың алдында таза боласыңдар. Қазір барып сайлауға дауыс берсеңдер, 350 қазақтың аруақтың алдында жауап бересіңдер ертең. Рахмет.